Жағымды жаңалығыңыз бар. Алла қаласа шаңырақ көтергелі жатырсыздар. Құтты болсын. Рахмет. Сізде сөйлейді. Арамыз 7 жас ғой. Білмеймін, қазір қыздар опасно негізі қазір қыздар. Құпияның шетін аша қойыңыз еді. Ол кісілер де дайындалып жатыр ма? Жалпы биыл той бола ма? Сәкен Майғазиев келін түсіре ме? Енді бұны мен еш жерде айтқан жоқпын. Менің әкем Нұрлан Еспанов деп сол кісінің атын пайдаланып, мен тырнақшаға алайыншы, пайдаланып сол кісінің атын атаған сәттеріңіз болды ма? Айтуға мәжбүр болдық. Кітап не туралы, қай уақытта ондай ой келді сізге кітап жазуға қатысты? Кітап енді халыққа ұнады, көңілден шықты, 100% десем де болады. Қыздарға интимді хат жазған Еспановтың басы дауға қалды. Қыздың жазып жатқан диалогы да андай болды, маған жиіркенішті болды десем де болады. Арты дауға айналды, біраз нәрсеге әсер дейді. Тіпті бұны информбюродан жаңалық ретінде көрсеткен өте ауыр дейді. Анау Роза Коуч деген бір әйелі бар, ол да салып, в общем, кім салмады, барлығы салып шықты ғой, былайша айтқанда. Сізге қойылған лақап ат көңіліңізге тимей ме? Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға кезекті эксклюзивті сұхбатты ұсынуға дайынбыз. Бүгін менде қонақта жас әнші, жас кәсіпкер, өздеріңізге белгілі танымал әнші Нұрлан Еспановтың ұлы Олжас Еспанов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, рахмет өздеріңіз. Шүкір, аман есен, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Оның алдында да мен жоспарлаған болатынмын сізбен кездесуді, бірақ енді сәті бүгінге келіп түскен екен. Оған қоса жағымды жаңалығыңыз бар. Алла қаласа шаңырақ көтергелі жатырсыздар. Құтты болсын. Рахмет. Қандай сезімдесіз? Ал бөлісіңіз, қанша уақыт күттіңіз осы күнді? Әрине бұл маңызды нәрсе болғаннан кейін ұзақ уақыт күттік бұны. Бұйырса соған қызу дайындықтар жүріп жатыр. Құдай қаласа сол қалғандардың барлығын Инстаграмда өзіңіз көріп жатсыз. Қалай не болып жатыр, тәтті шай қашан болды. Соның бәрін өткізіп келіп, қазір енді тойға қызу дайындық жүріп жатыр. Өте қуаныштымыз. Негізінде өзіңіз сияқты қыздар, жігіттер осындай бір айтулы күнге дайындалған кезде бөлісіп отыратын, осындай сүйіктім бар, ғашығым бар, кездесіп жүрім деген сияқты. Сіз еш нәрсені салмай бірден жардыңыз, ұсыныс жасаудан бастап өте ерекше шыққан екен, достарыңызды жинадыңыз, барлығының басын қосып осындай бір ерекше күнді атап өткен болатынсыз. Жалпы енді сіздің таңдауыңыз қандай аруға түсті, сол туралы айта кетсеңіз. Енді тәтті шай Тараз қаласында өтті, кеше көрдім, демек сол өңірдің тумасы. Тараз қаласының тумасы, нақтырақ айтсақ Бурныйдың қызы. Танысқанымызға 2 жылдан асты, 2,5 жылдай болып кетті. Араласып сөйлесіп жүргенімізге. Енді бұны мен еш жерде айтқан жоқпын. Енді білесіз ғой, тілі бар, көзі бар деген сияқты. Енді осы уақытқа дейін ешкімге айтпай, осылай ұсыныспен кіріп келейін деген бір ниет болды. Қыз осы әлде СЗУ-да оқып жатыр. Студент ба? Студент, бітіріп жатыр, магистратура 2-ші курс. Бұйырса осы июньда вручение болады. Бітіреді магистратура 2-ші курсын. Сол. Қыз дайын болса, мен дайын дедіңіз ғой. Қыз дайын болса, біз дайынбыз. Қандай мамандық иесі? Филолог. Филолог па? Өте жақсы. Енді таныстықтарыңыз қалай өтті? Жалпы біреу таныстырды ма, жоқ әлде бір жерде кездестіңіздер ма? Жоқ, ешкім таныстырған жоқ. Есімі кім, айтпақшы сұрамаппын ғой? Айнұр. Айнұр, келін бала Айнұр. Сол СЗУ қабырғасында жұмыс істеп жүрген кезде сол жақта таныстық. Ол кезде бакалавр бітіріп жатты. Вручение күні танысқан болатынбыз. Одан кейін енді Инстаграм арқылы танысып сөйлесіп кеттік. Ол как раз сол диплом алып жатты да, соны Инстаграмда құттықтап солай сөйлесіп кеттік. Сөйтсем ол кешкісін жазсам Таразға кетіп қалдым деді, Тараздың тумасы екен. Сонымен 1-2 күннен кейін мен де Шымкентке жолға шығуым керек болды. Сонымен айттым, онда мен Таразға жолайын, Таразға тоқтап, онда кездесейік, сөйлесейік деп. Сонымен жол жөнекей Таразға кіріп тоқтап, онымен сол сөйлесіп, шай ішіп, әңгімелесіп, ары Шымкентке кетіп, солай таныстығымыз жалғасып кетті. Келгеннен кейін де негізі бірден әке-шешемді таныстырып қойған болатын. Арада 1 ай өтті ма, өтпеді ма, бірден әке-шешемді таныстырып қойдым.
одан кейін біраз уақыт өтті, арада 1 жылдан аса уақыт өтіп кетті таныстырғаннан кейін. Енді үйдегілер енді көр сөйлесіп тағы да енді аз уақыт қой деген сияқты келтірді. Бірақ енді адам бір көргеннен кейін қандай екенін тануға болады ғой. Енді арамыз үзілген жоқ, сөйлесіп кездесіп жүрдік. Солай арада уже 2,5 жыл өткеннен кейін ұсыныс жасайық деп үйдегілермен сөйлесіп, оған дейін енді талай біздің қуанышымызда, мерекелік кештерде де бірге жүрді қасымда да. Маманың туған күні болсын, үйдегілердің туған күні болсын. Барлығы таныс дейсіз ғой? Иә, барлығы таныс. Сонымен ертіп алып сөйтіп енді үйдегілерді де үйреттім. Ол да жай үйренді, барлығын танып бастады. Сол осы ораза басталмай жатып үйдегілерге айттым, оразаның бір ортасына таман барып Таразға барып сөйлесіп қайтайық, әке-шешесін таныстық деген сияқты тәтті жайда. Сонымен келісті үйдегілер бірден. Сол оразаның 20-сы күні, марттың 20-сы, сол обедте шығып кеттік, барып кездесіп тәтті жайда ауызашар болдық әкесі. Сосын сөйлесіп, танысып, 4-5 сағаттай отырып әңгімелесіп, сөйтіп ертесі күні қайттық. Әйтеуір бәрін тындырып жүр екенсіз кадр сыртында. Бірақ бөлістіңіз ғой жаңаларыңызбен. Енді айтып жатсыз, жаңа біраз уақыт араластық, бір-бірімізді танып білдік деп, бірақ бір айдың ішінде толыққанды адамды білуге бола ма? Сіз мысалы осы уақытқа дейін де, енді қазір жасыңыз нешеде? 29. 29 жасқа дейін қыздармен араластыңыз, кездестіңіз, бір ғашықтық сезім, махаббат болған шығар. Бірақ сол Айнұрды көргеннен кейін барып, осы менің болашақ жарым болады ау деген сезім қай уақытта пайда болды? Несімен баурап алды сізді? Бір көргеннен деп айта алмаймын, енді сөйлесе келе қыр-сырын барлығын білесің ғой, адамды сөйлесе келе уақыт өткеннен кейін де. Оның басқа қыздардан ерекшелігі ол анандай вниманиені көп бөледі отбасыға, өзіме, жалпы жақындарыма. Енді осы уақытқа қанша енді қыздармен былай енді сөйлесіп көрдік қой, бірақ енді дегенмен де оның сондай бір қасиеті болды. Тіпті мысалы мамам туған күні болып жатса да, өзі Таразда жүрсе де, түнгі 12-де гүл салып жүреді, құттықтап. Қарындасым туған күні болса тоже гүл салып жүреді. Мерекелік кештер болса келіп, тортын алып келіп, сондай внимание бөліп жүрді. Сонысымен ұнады. Маған да, үйдегілерге де десеңізші. Маған да үйдегілерге де. Сөйтіп араласқаннан кейін де басқа да қырларын танып білесің, мінез жағына келесің, ол жағында жалпы отбасылық құндылық деген нәрсені, сыйластық деген нәрсені білетін жан. Өзі қандай отбасында дүниеге келген, қанша ағайынды, жалпы енді өнерге қаншалықты қатысы бар ол кісілердің? Енді біліп тұр ғой енді, болашақ күйеу бала кім, құдалары кімдер деген сияқты. Жоқ, өнерге ешқандай қатысы жоқ, олардың қарапайым отбасынан шыққан қыз. Лицейде оқыған, Таразда, КТЛ-да. Мұнда да сол СЗУ-да оқыды. Жалпы оқыған деп айта аламын. Білімді қызылмен бітірді, мектепте де қызылмен бітіріп шықты. Анасы повар, енді әкесі жоқ, анасы бар. Бауырлары бар ма? Бауырлары бар, бауырлары бар. Жалпы енді бұл жерде тәрбиені жақсы бергені көрініп тұр, мамасын. Сол енді тәрбиесіне қызығып та сөйлестім де десем де болады. Өйткені сол үлкенді құрметтей алады, сіз деп сөйлейді. Сізге сіз деп сөйлей ма? Сіз деп сөйлейді. Арамыз 7 жас қой. 6 жас қой деймін. Сіз деп сөйлейді, құрметтеп. Оның өзінде, сіз деп сөйлеген өзінде андай. Сонысына риза болып қалдыңыз ба? Жоқ, андай ғой, бәрібір сіз деп сөйлесе де андай қатты сөйлей алмайсың да, жаңағы дөрекілік деген нәрсені ұмытасың. Тек жаңағыдай сыйласып жүресің ғой. Тәрбие арқылы сізді тәрбиелеп жатқан сияқты ғой, ол? Ол да бар. Айнұр деген қандай пысық қыз. Өте қуаныштымын, шынымды айтайын. Енді сізді Нұрлан ағаны біраз жылдардан бері танимын ғой. Қанша уақытта бері осы әңгімені айтып жүр, менің жалғыз ұлым қашан үйленер екен, қашан біз келін түсіреміз деп енді қыз берді ғой. Енді әпкеңіз бар, ол тұрмыста, өзінің отбасы, бала шағасы бар деген сияқты. Қалай да болса, ер баланың орны бөлек.
оған қоса сіз жалғыз ұл болғаннан кейін ұзақ күтті ғой, шыны керек бұл тойды. Мен кеше сіздің инстаграмдағы парақшаңызды қарап шыққан болатын, барлық жазбаларыңызды, не жазды екен, арасында өз ойыңызбен бөлістіңіз, арасында жай ғана видео сурет жүктедіңіз. 23 жылы 23 маусым күні сіз осындай өлең шумақтарын жазған екенсіз. Өзіңіздің сондай бір қабілетіңіз бар екен білмеппін мен. Тең емес қазақтың қыздарына, өзбек емес, түрік емес, орысқа да 50-дің жартысына келіп жеттік, қыздардың құлағына алтын сырға деп жазған екенсіз. Бұл жерде ұлт мәселесін көтеруіңізге не себеп болды? Оның астарында қандай сұрақ жатқанын өзіңіз де жақсы білетін шығарсыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын, енді Айнұр ренжімейтін шығар, енді әр адамның өзінің өткен шағы бар деген сияқты, өзіңіз бір қызға ғашық болдыңыз, ұлты басқа болды, және сіздің әкеңіз бір сұхбатында айтқан болатын, қалай болса да менімен ақылдасу керек, санасу керек, біз оған рұқсат берген жоқпыз. Сол кезде үйленем деп жүргенде деді. Қазір енді Айнұр өзіміздің қазақтың қызы. Бұл өлеңнің жазылу тарихы туралы айта кетсеңіз, және болған оқиғаға қатысты сіздің әкеңіздің, жалпы анаңыздың көзқарасы, таңдауыңызға атсалысты ма, өз ойларын айтты ма? Бұл өлең сол өзім авторлық кітабымды жазып жатқан кездегі шыққан өлеңдер. Одан бөлек тағы да біраз өлеңдер жазған болатын. Сол кезде кішкене шабыт ашылып, кітапқа түсіру үшін жазып жүрген болатын. Ондай оқиға болды. Кезінде сол университет қабырғасында болып жүрген кезде бір қызбен сөйлесіп, бір-бірімізді ұнатып, үйдегілерге айтқан болатын. Енді ұлты қазақ болған жоқ, ұйғыр ұлтынан болды. Сөйлесіп, мама келіп айтқан едім, мама ешқандай қарсылық танытқан жоқ. Батасын берді десем де болады. Бірақ енді папамен сөйлескен едім, папа енді не аласың, жаңағыдай қазақтың қыздары бар емес па деген сияқты әңгімелер айтып, біраз ақыл кеңесін айтқан болатын. Одан кейін сол әңгімеден кейін ара қатынас тоқтады. Енді ары қарап та сөйлесудің қалай айтсам болады, жөні болмады десем де болады. Енді қызға енді түсіндіріп айттым, осындай болады, үйдегілермен сөйлестім. Бірақ оның да үйіндегі әке-шешесі де ешқандай қарсылық танытқан жоқ. Енді университетте бірге оқығаннан кейін енді сыртта таниды олар да. Енді жақсы отбасыдан шыққанын барлығы біледі. Енді былайша айтқанда взаимность болды, екі тарапты. Бірақ кейін енді осы әңгіме болғаннан кейін айтып түсіндірдім, одан кейін ара қатынас үзілді. Қазіргі уақытта жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз аралас некеге? Егер де екі ғашық бір-бірін ұнатып тұрса, бірақ мүмкін бір тараптан, екі тараптан әке-шешелері қарсылық танытса, қалай қарайсыз? Енді қарсылық танытса, ары қарап сөйлесудің де жөні жоқ деп ойлаймын. Өйткені енді бұл жерде ата-ана разы болмаса, ол өте қиын нәрсе негізінде. Ата-ана батасын бермесе, ертең отбасы құрғаннан кейін де бір шаңырақ нақты қатайып тұрмау үлкен әңгіме болайын деп тұр. Бірақ енді ата-анасы батасын беріп болды десе, онда ары қарап сөйлесіп көруге болады. Енді қазір жасыңыз 30-ға таяп қалды ғой, осы уақытқа дейін түрлі жағдайлар өтті басыңыздан. Қай кезде ата-ананы тыңдау керек, қай кезде өз ойыңды алға тарту керек деп ойлайсыз? Кейде болады ғой, енді ата-ана жақсылық тілейді, әрине, бірақ енді ересек адам болғаннан кейін кей сәттерде шешімді өзің қабылдауың керек болады ғой. Сіздің басыңыздан да өткен жағдайларға байланысты, мысалы, жоқ, әкеңізге немесе анаңызға жоқ, мен осылай ойлаймын деп өзіңіздің ойыңызды айтқан сәттеріңіз болды ма? Сол махаббатқа қатысты болсын, жұмысқа қатысты болсын, бір бағытты ауыстыру, мысалы, жұмысқа орналасу. Осы қыз мәселесіне келген кезде де енді басында өзіміз алып береміз дегендей әңгімелер болды. Жаңағыдай ауылдан туған туысқандардың арасынан жаңағы суреттер жібереді, бір-екі қыздардың. Ол кезде айттым, мен ондай жіберудің қажеті жоқ. Мен өз сүйіктімді өзім табамын, өзім алып келемін, өзім кетіп, өзім таныстырамын деп ол бастан айтып қойған тұғым. Одан кейін ондай әңгіме болған жоқ. Сізге дедлайн қойған жоқ па? Саған бір жарты жыл береміз, өзің таппасаң өзіміз алып келеміз деп. Болды ондай. Осыдан жарты жыл бұрын ба сондай бір әңгіме болды. Осы мамыр айына дейін, немесе осы июнь айына дейін
үйленбесең жақсы өзіміз қараймыз деп айтқан болатын. Сен айттың, болды, уайымдамаңыз деп. Оған дейін Ол адам негізі дайын десеңізші, иә, жалпы ойымда. оған дейін шешеміз дедік қой. Енді өте жақсы, әр нәрсенің өз уақыты болады, бұйырған адам бұйырады ғой енді, қай кезде болсын. Енді Айнұрмен жақын таныс болмасам да, жүзі сондай жылы, сүйкімді қыз екен. Енді Алла қаласа жақын арада танысамыз деген ойдамын. Негізі мен ойлаған едім бүгінгі сұхбатта екеуіңіз бірге келесіздер ма деп, бірақ менің білуімше ол кісі енді мүмкін ұялатын шығар, қысылатын шығар, оған қоса енді былай өнер адамы да емес, бір камера алдында шығып сөйлейтін. Енді уақыты келген кезде мүмкін тойда танысып қалармыз. Той демекші, тойға дайындық қалай болып жатыр? Қай күнге белгіледіңіздер? Алла қаласа қанша адам жалпы шақырту ойларыңызда бар? Тойға дайындық басталып кетті. Ол жақтан да, біз жақтан да дайындық басталды. Тойды осы мамырдың соңы деп жатырмыз, 30 мамыр деп жатырмыз. Ұзату 28-і. Сол Таразда болады ұзату. Әлі сол тойхананы қарап жатырмыз. Енді сол жерде қалада тойхана не көп, тойхана көп қой. Енді соның ішінде бір әдемі дегенін таңдап жатырмыз, әлі де қарап жатырмыз. Нақты шешім әлі тоқталған жоқпыз, қай тойхана екеніне. Ол тараптан да дайындалып жатыр. Олар уже тойхананы белгілеп, жаңағыдай нақтылап қойды. Ұзатудың көлегін іздеп деген сияқты. Мен бір жақтан да енді кірісіп жатырмыз біз. Енді папа қазір енді басқа қалада болғаннан кейін, қазір енді папа келсе, сол тағы бір қызу дайындық болайын деп жатыр. Тамада оның бәрін бекітіп қойдық. Бірақ сол адам санына келген кезде кішкене көптеу болып жатыр. Кішкене тойханаларға сыймай жатыр десек те болады. Енді оның үшін іріктеу керек болып жатыр. Қысқартатын 550 адамдай болып тұр. Енді шамамен 450-ге дейін қысқаратын шығар деп отырмыз енді. Сіздің тойыңызға барам деген адамдар көп шығар, енді жолдастарыңыз бар, әкеңіз танымал адам болғаннан кейін әріптестері бар, туған туыс, жалпы шақыра берсең көп қой негізінде. Ал енді неке қию, махр деген сияқты мәселелер бар ғой, өзіңіз білесіз. Иә, ол жағын сөйлестіңіздер ма, қарастырдыңыздар ма? Иә, мен имаммен сөйлестім. Бұйырса осы мамырдың ортасына таман, 20-ларына таман бұйырса некемізді қияқ деп шешіп отырмыз, ниеттеніп отырмыз. Оған дейін ЗАГС-ке тұрып қою керек. Қазір енді ЗАГС болмаса, некені қимайды деп жатыр ғой. Соған заявка беріп қойсақ, одан кейін сол мамырдың ортасына таман уже қия беруге болады. Иә. Ал енді қалың мал жоқ әлде махр қазіргі таңда көп айтып жатыр ғой, біреуін беруге болады деп, екеуіне шашылудың қажеті жоқ деп. Сіздер өзара, үлкен кісілер өзара қалай келісті? Үлкен кісілер өзара келісіп қойды. Енді махр қазір енді білмеймін, енді алып тастады деп жатыр, бірақ имаммен сөйлескен кезде енді түбімен әлі ондай түбегейлі алынған жоқ деді. Бірақ бәрібір де бар, ол алып тасталмайтын негізінде дүние дейді. Ол бұрыннан келе жатқан нәрсе болғаннан кейін біздің жақтан бірден алып тастау ол негізі қиын дүние дейді. Бірақ енді сол жаңағыдай қалың малдың ішінен қосып беріп жатқандары бар деді. Бірақ енді бізде ондай болмайды ау деп жатырмыз. Қалың малды үлкен кісілер өзара келісіп шешті. Осы келесі аптама апарып беретін шығар, енді апамның өзі барып қалың малды. Иә, апамыздың жағдайы қалай? Жақсы ма? Жақсы. Ол кісі де қуанып жатқан шығар енді. Келін түсет қолға деп, иә? Қуанып жатыр. Қолымыз ұзарады деген сияқты. Ал енді сіз үйдің жалғыз ұлысыз. Сіздің бір әпкеңіз бар тұрмыста, 2 қарындасыңыз бар. Өз отбасыларыңызда қалай шештіңіздер бірге тұру мәселесі жайында? Енді жассыздар сіздерде, бір жағынан анаңызда, әкеңізде келіннің қызығын көру керек, ол отбасыға сіңу керек, келін бала. Иә, ондай моменттерді алдын ала жүрген кезде ақылдасып сөйлесіп қойған болатынбыз. Үйдегілермен тұрамыз деп. Мен жалғыз ұл болғаннан кейін әке-шешемді қайда тастап кетемін деп. Сол о бастан әңгімені осылай ашып алған болатынбыз. Ертең бөлек шығамыз, сондай әңгіме болмасын деп. Енді жалғыз ұл болғаннан кейін әке-шешемізден тұрамыз деп келісіп алғанбыз. Ол кісі келісті, Айнұр келісті. Әрине келісті. Өте жақсы. Енді жаңа айтып жатсыз ғой,
бірден ұсыныс жасаған видеоны салдым. -1 бойдақ қазақ еліне, қыздардың барлығы сырттай сізге ғашық болған жандардың барлығы бір жылап алған шығар. Көз салған арулар болады ғой енді, қай әлеуметтік желіде болмасын, енді сыртынан ұнататын, жақын танысқысы келетін деген сияқты сіз бірден шахмат қойдыңыз, болды басым бос емес деп. Бірақ сіздің ұсыныс жасағаныңыздан бөлек жаныңызда жүрген жолдасыңыз Әділеттің де қасында сүйіктісі бар, ол видеода таралып кеткен болатын. Ойда жоқта, менің білуімше, ол кісі де өзінің былай жеке өмірін, жалпы өмірін көп жария етпейді. Сіздің салған видеоңыз арқылы қазақ елі Олжастың сүйіктісі кім екенін білді, және Әділеттің сүйіктісі бар екенін оны да білді. Орамалда ару екен. Негізі жоспарланбаған, бұны саламыз деп ойламадыңыздар, өйтіп таралып кетеді деп ойламадыңыздар. Аяқ асты болып кетті. Әлеуметтік желі деген жалпы кез келген нәрсені тез тарап кететін болды ғой. Ондай күткен жоқпыз негізінде. Енді қуанышпен бөлісуге келді олар да. Алдын ала айтқан болатын, келіңдер деп жаңағы достарым бәріне. Бірақ сол история білмеймін енді қалай таралып кеткенін, жаңағыдай журналистер ма, білмеймін, Инстаграм. Тикток қой бізде қатты зерттейтін. Қазір журналистерден гөрі Тиктокта отырғандар барлығын зерттеп тастайды. Тиктокқа бірінші шығып кетті, соның барлығы кейін Әділетке кетті. Өзі шок шығар, қалай деп. Қыздар, білмеймін, қазір қыздар опасны негізі, қазір қыздар. Бәрінің парақшасы назим тауыпты ғой, кәдімгі суреттерін бәрін скрин жасап, Батыстың қызы, мен көрген ақпарат бойынша, енді қазір рас өтірігін өзіңіз айтарсыз, енді жолдастарыңыз болғаннан кейін көбірек білесіз ғой. Мен көргендегі өте әдемі сүйкімді орамалдағы ару, жас қыз, 2000 нешінші жылғы? 5-те-ау деймін. 2005 жылғы Батыстың қызы, кіші жүз деп жазғанын ғана көрдім, басқа ешқандай мәлімет көрген жоқпын. Енді сіздің жан жолдасыңыз болғаннан кейін, сол Инстаграмды қарасам, біраз уақыттан бері араласады екенсіз Әділетпен. Енді құпияны шетін аша қойыңыз, ол кісілер де дайындалып жатыр ма, жалпы биыл той бола ма, Сәкен Майғазиев келін түсіре ме? Биыл болып қалатын сияқты. Енді нақты дата ондай ештеңе белгіленбеген, негізінде көзге түскендері енді ғой, бірақ сөйлесіп жүргендеріне де көп болған жоқ. Бұйырса дайындалып жатырмыз дегенге келтірді. Қаласы бір августтың соңына таман ба болатын шығар. Енді сіз өзіңіздің таңдаған аруыңызбен әке-шешеңізді ертеректе таныстырып қойған екенсіз, бір айдан кейін деп айттыңыз ғой. Әділет таныстырып үлгерді ме? Таныстырып қойды. Екі жақ танысты ма, үлкендері? Жоқ, әлде жастар ғана? Жоқ, тек тәтше ондай ештеңе болған жоқ. Өзара танысты? Өзара танысып, кішігірім Әділеттің отбасымен деген сияқты, ол оның отбасымен деген сияқты кішігірім кездесіп таныстықтар болды. Бірақ әлі ондай тәтше ондай әлі болған жоқ. Бұйырса енді болатын шығар. Өте қуаныштымыз. Оны да алдағы уақытта еститін шығармыз енді. Қандай қыз түссе де жақсы, иманды, адал жар тілейміз. Әділетке де, Сәкен ағаға да, жеңгемізге де жақсы бір келін бұйырса екен. Ол кісілер де қатты күтіп жүр ғой. Ол да үйдің жалғыз ұлы. Тура мен сияқты. Тура сіз сияқты. Енді жалпы кез келген адамның ортасы өте маңызды, өзінің қасындағы жолдастары, достары деген сияқты. Өйткені алға қарай ұмтылатын досың болса, сен де ілесіп кетесің, артынша барынша жетістіктерге жетуге тырысасың. Жоқ, керісінше, мысалы, жалқаулау бір достарың болса, жұмысқа бейімделмеген, еш нәрсемен айналысқысы келмейтін адам болса, сен де соған сәйкес болып кетесің де. Сіздің ортаңыз туралы көбірек білгім келеді. Енді Әділетті білеміз, Сәкен Майғазиевтің ұлы. Басқа да өнер адамдарының ұл қыздарымен араласасыз ба? Жалпы сіздің ортаңыз, достарыңыз кімдер? Жалпы араласатын орта көп негізінде. Бөліп араласам мен негізі жаңағы өнер саласында жүрген бауырлармен, достармен бөлек групп десем болады. Бала кезден бірге осы уақытқа дейін араласып келе жатқан достарым ол тіптен бөлек. Өнер адам балалар бар, олар бөлек деген сияқты. Мысалы Әділет бар, Қазбек бар деген сияқты. Олар да бөлек. Білмеймін, бірақ солардың барлығының ішінен алып қарағанда сыныптастармен мүлдем араласпайды екенмін мен. Өйткені білмеймін неге екенін, бірақ қалай сол мектеп қабырғасынан аттадық, табалдырықтан, одан кейін байланыс жоқ сыныптастармен. Енді бізде кішкене сыныптан да не активный болды, былайша айтқанда. Мектептің өзіміз 8 адам болып бітірдік. Қалған барлығы кетті, колледжден кейін кетті, 9-дан кейін колледжге кетті деген сияқты.
соны алып қараған өзінде бір 8 ағырын бітірген болатынбыз. Сіз қайда оқыдыңыз? Мен осы Алматы қаласында нөмір 128-ші Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін мектепте оқыдым. Бірақ оған дейін бастауышты мен Шымкентте оқыдым. Қасыбай Сапатаев атындағы нөмір 7-ші лицейда. Ол жақта енді Шымкентте балалық шағым достары да бар. Бірақ қатты көп емес, бірең-сараң ғана. Шымкентке барған сайын сол өзіміздің тұрған жерге әрдайым барып тұрмын. Өйткені енді балалық шақтың барлығы сол жақта өткеннен кейін кішкене ыстық ол жақ. Балдармен де хабарласып қоямын барған кезде. Бірақ барлық достарым барлығы осы Алматы қаласында. Енді әртүрлі саланың мамандары десем де болады. Біреу доктор, біреу мысалы кәсіпкер, біреу жаңағыдай хирург деген сияқты әртүрлі салаларда жұмыс істейтін достарым да бар. Бұйырса енді барлығын соны тойға шақырып жатырмыз. Жігіт жолдас кім болады? Жігіт жолдас негізі әділетті қоямын деп ойлағанмын. Басында айтқанмын, біз Таразға бірге барайық, сол жігіт жолдас бол деп. Бірақ кейін енді ойлана келе, қазіргі тойларда енді жігіт жолдас, қыз жолдас дегенді особо көріп жүрген жоқпын. Бірақ енді соңғы шешім тек екеуміз ғана тұратын болдық. Ұзатуда да, үлкен тойда да жігіт жолдас, қыз жолдас деген болмайды. Қасыңызда ешкім болмайды ма сонда? Дастарханда төрде отырған кезде жалғыз өздеріңіз отырасыздар. Мен ондай нәрсені көрмеппін. Негізі бірақ жаныңызда бір адам болу керек шығар, бір қолдау көрсетіп, көмектесіп, шапқылап жүретін, өйткені ойыңыз шашыраңқы болатыны белгілі ғой. Таразға мүмкін біреу баратын шығар қасыңызға. Иә, әрине болады. Енді достарым осы енді қуанышты хабарымды біліскен кезде енді арасында бір достарым да табылды. Ой, мен де барам, болды, машинамен шығамыз, болды, патиашқа береміз, жаңағыдай алып бару, алып кету деген дүниелер болса көмектесеміз деп шығып жатыр балдар енді. Солар енді көмектеседі ғой, Құдай қаласа бұйырса енді. Бірақ жігіт жолдас, қыз жолдас деген болмайтын болды. Оларды да бір шетін әурелеткім де келіп тұрған жоқ. Енді негізі әжептәуір жұмыс негізінде ол. Сіз неше рет жігіт жолдас болдыңыз? 3-4 рет болдым. Соның өзінде жетеді дейсіз ғой. Соның өзі жеткілікті. Той бойы тұрып тұрасың, жүресің, ананы істейсің, мынаны істейсің, жаңағы организационный жаңа моменттер бар, оларды ұйымдастырасың, жаңағы тойдан кейін автопати бар, ақша жинау жұмысы көп та оның. Басымнан өткеннен кейін білем деп тұрсыз ғой. Иә, сонымен солай шештік. Мүмкін ол да дұрыс шығар. Қыдырсын, олар да күлсін, ойнасын, билесін. Иә. Дұрыс. Олар да отырсын деп. Айнұр да сол айтқан, сол қыз жолдас ретінде боласын деп бір құрбысын айтып қойған болатын. Сонымен соңында осындай шешкеннен кейін ол құрбысы ренжіп неге деген сияқты. Енді солай шешім қабылдадық енді. Бірақ енді бірге жүреді ғой қасында. Иә, барлығы бірге отырады ғой. Иә, сонымен Алматыға ұзатқан кезде бірге алып келетін шығармыз деп отырмыз. Енді қасында бір құрбысын басып көмектесіп бар жүгіргенге. Енді жаңа әділетті айттыңыз, ол жігітті танимыз біз. Қазбек деп сіз Жанболат пен Жазираның ұлын айтып отырсыз, иә? Сіздер қанша уақыттан бері таныссыздар? Жазирамен де енді жақсы араласамыз ғой. Ол кісі айтады, мен де келін күтіп жүрмін. Әділеттікін жарайды, TikTok арқылы аман болсын. TikTok көріп қалдық, әйтеуір келін бала бар екен, тынышты алды біраз кісілер. Қазбектің басы бос па? Сүйіктісі бар ма, жоқ па? Қазбектің басы бос. Оны көрмегелі негізі біраз болды, сөйлеспегелі біраз болды. Негізінде соңғы естуім бойынша әлі басы бос деп естідім. Ол қазір енді толыққанды жұмысты азамат десем де болады. Біраз енді кішігірім кәсіпкер десем де болады. Білмеймін, жеге өмірге қолды тимей жүрген шығар. Енді әлі жолығып сөйлеспеген екен, нақты ештеңе білмеймін. Бірақ басы бос оның. Сіз де қасында көбірек жүріңіз, жұғысты болсын. Мүмкін Айнұрдың құрбысы, Әділеттің сүйіктісінің құрбысы болып қалар. Бір ортада жүрген жақсы ғой негізі. Достардың бірге жүргені, бірге араласқаны өте жақсы. Жаңағыдай жоғарыда мен айтып өткенімде Инстаграмдағы парақшаңызды көрдім. Жаңа жылға қатысты бірнеше пост салған екенсіз, отбасыңызбен қарсы алдыңыз. Және мынандай жазба қалдырыпсыз. 2024 жыл мен үшін ерекше жыл болды. Қызығы да болды, қиындығы да болды. Көліктерді көп ауыстырған жыл болды деп жазыпсыз. Бірнеше көлікті салған екенсіз суреттерін. Жаңағыдай мемлекеттік номері 1, бірақ көлік ауысып тұрады екен. Көлікке деген қызығушылық неден басталды? Не себеп болды ол көлікті жыл сайын емес, сіз жылда бірнеше рет ауыстырдыңыз? Енді басында ұзақ айдайын деген ниет болды. Машинаны, көлікті алғаннан кейін.
бірақ енді уақыт өте келе оның да бір қызығы өтеді екен. Уақытша дүние екен, ол да қызық, машинаға қызығу деген. Айдап болғаннан кейін кішкене басқа да көліктер мінгім келіп жүрді. Сонымен енді бір сәттер түсіп әйтеуір сатылды, жаңағыдай арзан нұсқада варианттар келіп қалады, оны аласың. Біраз айдағаннан кейін оны да қайтадан бір қызығып бітеді, сатып жібересің. Сөйтіп біраз көлікті ауыстырып тастаған жайымыз бар енді. Осы бір жылдың ішінде бір 7 көлік па, сондай бір ауыстырып саған оқырмандардан туындайтын мынандай сұрақта бірден, ақша қайдан? Олжас не істеп ақша тауып жатыр, соншалықты көлік ауыстырып жүре беретіндей? Көлікпен қоса шетелге де көп шығады екенсіз, өзіңіз отбасыңызбен бірге деген сияқты. Қазір енді менің білуімше бір кәсіпті қолға алған екенсіз, дистрибьютор болдым деп айттыңыз, қымызбен айналысасыз. Оның алдында да бір қатар істерді басқарып көрдіңіз, бизнеспен айналысып көрдіңіз. Қазіргі жұмысыңыз қалай жүріп жатыр? Не себепті осы саудаға бет бұрдыңыз? Енді саудада береке бар дейді ғой. Осы қазір енді қымызбен айналысып жатырмын, бал қымызбен. Дистрибуциясын алдым. Осы Алматы облысының басталғаннан кейін шүкір, жақсы жүріп жатыр. Енді қазір енді қымыз сұранысқа ие болып жатыр ғой. Қазір таңда қымыз ішетіндер де көбейіп жатыр, қымызханалар да көбейіп жатыр қазір қалада. Енді бастамасын бастап көрейік деп шешкен болатын. Қазіргі таңда жақсы. Басында сол азғана литрмен алып бастадым. Қазір енді шүкір, айына жоқ дегенде тонна қымыз алып өтіп жатыр. Қымыз сол енді әлі бірақ команда тұрақталған жоқ. Сол енді кішкене сол команда жағын ретке келтіру керек болып отыр. Қазір барлық жерде өзім болып жатырмын. Тапсырысты да өзім қабылдаймын, өзім апарамын. Ешқандай көмекшіңіз жоқ па не сонда? Жоқ, ешқандай көмекші жоқ. Өзім барам, өзім апарам, өзім келсем, өзім точкаларды табам, хозяиндармен жолығам. Сөйтіп қымыз келеді, оны да күтіп аласың деген сияқты. Ақша күректеп па, қасықтап па? Майдалап, қасықтап қой. Енді бастап жатсыз. Иә, енді басталып жатқан кәсіп. Енді бұйырса енді сол команда алып, кішкене оборотты бір көбейтсек деген бір ой болып жатыр. Енді қай жерге дейін баратын көргім келіп жатыр. Оған дейін әртүрлі саланы да көрдік қой. Осы саланы да көрейін деп шештім енді, бұйырса. Негізі жақсы берекелі болып жатыр ма? Иә, әрине, берекелі болып жатыр. Қымыздың арқасында. Той жасайын деп жатырмын десеңші. Жоқ, енді той болмаса да бір үйдегілерді қуантуға, жаңа жылда да біраз нәрселер осы қымыздың арқасында болып жатыр енді. Енді қазір айтқыңыз келмей отырған шығар, осы орайда айту керек, барлығы бірдей сіз сияқты сондай бір жомарт болып, керемет сыйлықтарды сыйлап жатқан жоқ өз отбасына. Сіз жаңа жазбаға байланысты айтқым келіп тұр да, жаңа жылда қарындасыңызды қуанттыңыз, үйдегілерді қуанттыңыз деген сияқты. Ол да көз жасына ерік беріп, кәдімгідей қуанып қалған болатын. Ол да бір арзан дүние емес. Негізі өзіңіздің мінезіңіз ба, жоқ әлде көріп жүрген дүние болғаннан кейін де сізде жақсылық жасауға тырысасыз ба? Себебі айтады ғой, үйде не көресің, соны кейін қайталайсың деген сияқты. Жаңа сыйлық жасау жағы, гүл шоқтарын сыйлайсыз, керемет жерлерге апарасыз, отбасыңызды болсын, жақындарыңызды болсын. Әлде өзіңіздің бойыңыздағы бар нәрсе ма? Өзім бойымдағы бар нәрсе деп ойлаймын енді. Енді әке-шешеміз өнер жолында жүргеннен кейін олардың үйге былай қатты көңіл бөлмейді деп айта аламын. Енді гастрольде ана жақта, мына жақта жүреді. Олар енді түздің адамдар ғой, жұмыстың адамдары, жаңа үйге ақша алып келіп жатыр. Оның өзінде сол бір үлкендердің кішкене бір орнын басып, солар сыйла деген бір оймен жасаймын да мен де. Осы жаңа жылда да негізі үйдегілер ғана алам ба деп ойлағам сыйлықтарды. Бірақ соңында 12 адам алдым сыйлықты. Жаңағыдай папаның інісі бар, олар да келді. Не алғаныңызды айтсаңызшы енді. Сол енді кішігірім. Айтуға тұрарлық сыйлық қой негізінде. Сол киім, жаңағыдай сол пылесос жеңгеме, жеңгеде үйде сұрайды, пылесос жоқ деді, соны жеңгеге пылесос алдым. Балашаға киім алдым, планшет дейді жаңағыдай. Сестрем Dyson деп жүрген, сол Dyson алып бердім оған. Мама мультиварка дейді ма, сондай. Дұрыс. Сол ас үйге керекті дүние болғаннан кейін.
сол қалғандарын сол киім кешекпен әйтеуір жағдай жеткенше алдық, енді қолдан келгенше бәрін енді қуанттым десем де болады. Енді Айнұр да сыртынан қарап қойған шығар, мына жігіттің еті тірі, кейін отбасын асырай алатын жігіт деген сияқты. Бұны айту керек шынымен де қазіргі таңда енді барлығы деп топырақ шашпай ақ қояйын, бірақ еріншек, сондай бір жалқаулау жүрген жігіттер бар. Қолдарынан келеді, мықтылығы бар, бірақ білмеймін не себепті сондай бір жай жүреді. Қазіргі таңда білмеймін, уақытты пайдаланып, мүмкіндікті пайдаланып, жас кезінде жұмысты жасап алу керек сияқты. Сондықтан осындай бір жұмысыңыз, ісіңіз берекелі болсын, дами берсін, ары қарай басқа да бір нүктелеріңізді ашыңыз, басқа да кәсіппен айналысыңыз. Жігітке жету өнерде аз дейді, кәсіпті де алып жүрсіз. Былтыр жаңағыдай тағы да жаңалығыңыз болды, өнерге бет бұрдыңыз. Әкеңіз сияқты енді бірден кереметте әнші болып кетпейді ғой ешкім, бірақ енді бастамасы не себепті солай бір микрофонда алып әншілікке бет бұрдыңыз? Үлкен сахналардан табылыңыз келе ма, жоқ әлде бұны сіз хобби ретінде қарастырасыз ба? Хобби ретінде қарастырып жатырмын негізінде. Бұл да бір андай гештальт дейді ғой, жабылмаған бір гештальттардың бірі болды негізінде. Жаптыңыз ба енді? Сол бір кішкене бір сахнаға халықтың алдына бір әнмен шықсам ба деген бір ой болып жүрген тұғым. Енді сол СДУ қабырғасынан кеткеннен кейін бірден өнерді бастап кетуге бір мүмкіндік болды. Әнді бастап кетуге, бірінші ән сол папаның өзінің әнімен өңдеп, жаңаша бір бағыт беріп, аранжировкасын өзгертіп, сөйтіп жарыққа шығарған болатын. Одан кейін де қатарынан 3 ән кетті. Енді жалпы негізі бұл жерде керегі үлкен еңбек қой, негізі уақыт керек, үлкен еңбек керек. Еңбектен бұрын ақша керек. Өте қомақты сумма керек негізінде бұл әндерді жасау үшін. Оның аранжировкасы бар, съемкасы бар, дауыс жазуы бар деген сияқты. Клип бар. Енді қазір клипті ешкім түсірмейді, муд-видео түсіреді барлығы. Жобалап мысалы бір әнді жарыққа шығару үшін қанша қаражат қажет? Қазір енді әлеуметтік желі соншалықты дамыған, қыздар болсын, жігіттер болсын, барлығы жаңа танымал болып кеткісі келеді ғой. Я мен блогер болам, я әнші болам, тойға шығам, қыруар қаржы табам деген сияқты. Қазір енді осы бағдарламаны, сұхбатты көріп отырған жас қыздар, жігіттер болса да, енді көкейінде бір сұрақ тұрған шығар. Мен де бір ән жаздыртқым келеді, жалпы қанша ақша дайындап қоюым қажет? 400-500 мың кетеді ғой бір әннің өзіне. Жай ғана оны жазып қоюына. Бірінші енді дайын ән болса, енді оны өңдей салу ол кішкене енді сәл оңайырақ болады. Жаңа туынды болса, ол ұзақ процесс алады. Аранжировкасы бар, ол аранжировкасын өзін жоқ дегенде бір 200 мыңға істетесің бір әннің өзінің аранжировкасы. Ол аранжировщиктердің барлығы ұстатпайды, олар уақытылы істемейді, оны жүресің артынан. Одан кейін дауыс жазу бар, ол да бір бөлек жұмыс, ұзақ кәдімгідей, оны сразу бірден жаза алмайсың, оны біраз уақыт керек, дайындалу керек, дауысын келтіру керек деген сияқты. Съемкасы бар, оны съемканы анау адамдар істей бермейді. Ол да біраз ақша. Сөйтіп енді көрдік ол салонды. Енді кейін осы қымыз жұмыс басталғаннан кейін ол енді әншілік жол әзірге тоқтап тұр. Кәсіппен кішкене айналысып жатырмын енді. Физически үлгермей жатырмын десем де болады. Өйткені өзім тасыған алып жүргеннен кейін кішкене ол жақ тоқтап тұр қазіргі таңда. Ары қарай жалғастыру ойыңызда бар ма? Негізі кейін барлығы реттелсе, команда тұрақталса, жинақталса? Бұйырса осы енді қымыздың команда жинап бір жақты қылып қойсам, мына жақтан енді өнерді қолға алуға да болады десем болады. Бұйырса енді ол үйленгеннен кейін шығар деп отырмыз енді бұйырса. Оған дейін нақты кішкене жұмыс істеп. Енді танымал адамның баласы, ұл қызы болу оңай нәрсе емес. Оның өзінің плюсы да бар, минусы да бар. Плюсы деп айтатын болсақ, енді көп жерге есігі ашық, танып жатады деген сияқты. Минусы жеке өмірің, басқа да шаруаларың көзі алдында өтеді, халықтың оған есеп беріп тұру керек деген сияқты. Осы уақытқа дейін менің әкем Нұрлан Еспанов деп сол кісінің атын пайдаланып, мен тырнақшаға алайыншы, пайдаланып сол кісінің атын атаған сәттеріңіз болды ма? Өзіңіздің жұмысыңызды дамыту үшін алға бассыншы, осы жұмысым тез болып кетсінші деп, мен сол кісінің баласы едім деп айтқан кездер болды ма? Білмеймін, енді мектеп кезден бастап негізі айтпайтын әкем осындай деп.
енді білесіз мектепте біліп алса ертең ол мерекелік кештері бар, оны мазаны алып оны шақырады, оны енді олар түсінбейді ғой, ол бірақ енді мына жақта енді ақшаға шығып жүрген адам мына жақта енді келе салып әшейін мына жақта мектепте айт дегенде бара салмайды ғой енді. Сондай нәрсе көп негізі мазалайтын. Университет қабырғасына түскен кезде де айтпайтын негізінде, бірақ енді университет қабырғасына түскеннен кейін айтуға мәжбүр болдық. Өйткені сол енді папаның арқасында сол университетті бітірдік десек те болады. Өйткені біздің университетте бартерный система деген бар. Сол жақты мерекелік кештерін бір жылға бөліп тастайды. Осыны бір жылдан мындай мерекелік кештер болады деп. Сол мерекелік кештерге папа қызметте жүрді. Ән айтады деген сияқты. Сонымен мен оқуым ақша алып жүрді. Бартерный система деген. Услуга за услугу дейді ғой енді. Сонысымен плюс болды. Кейін магистратураға түстім, дәл сол университетке тұрғанға. Сол университет тура осылай ары қарап жалғасты. Бартерный система негізі біраз университеттерде жоқ бұндай система. Қолайлы. Бір жақсы екен, иә. Иә, ол тараптан да жақсы ұсыныстар болды. Біз тараптан сол маған айтады, уақытсын мындай уақытта деген сияқты. Папаны алып келем, өлең айтып, осылай қызмет жасап, сөйтіп кетеміз. Менің оқуым ақшасы 5 жыл университетте осылай бітіріп шықтық. Жылдық ақысы қанша болды сонда? Жылдық ақысы мен 2014-те түскенде қанша болды ол кезде? 450-500 шамасы болған жер. Одан кейін магистратура одан қымбаттау болды. 2019-да бітірдім мен магистратураны. Сіз қай мамандық иесісіз? Магистратура, бакалавриат? Мен бакалаврда туризм мамандығын бітірдім. Магистратура журналистика. Журналистика. Мен білмеппін журналистика. Неге осы салаға келмедіңіз? Жалпы неге таңдадыңыз? Туризмде жүріп журналистиканы таңдаған. Журналистика керек болып қалады деп ойлап жүрдім негізінде. Керек болып қалды ма? Керек болып қалды ғой ол. Пайдасы тиді ма жалпы? Пайдасы тиді ғой. Кітап жаздық, авторлық кітабымыз жаздық. Сол кітап туралы айта кетсеңіз. Қазіргі таңда енді ән шығару да, бір дүниені жарыққа шығару да оңай нәрсе емес. Кітап жазу да үлкен еңбек қой. Ол жас махаббат деп аталады. Өзіңіздің атыңыз сәйкестендіріп сөйтіп мұқабасына жазған екенсіз. Мен ол кітапты көрдім, бірақ оқыған жоқпын. Сіз тұсаукесерге шақырдыңыз, бірақ менің қолым тимей қалып бара алмадым, бірақ құттықтадым. Өте ерекше болып шыққан. Кітап не туралы, қай уақытта ондай ой келді сізге кітап жазуға қатысты? Кітап ол кезде біз өзіміз қайырымдылық қор ашқан болатынбыз. Менің арманым деп аталатын. Ол қорда 2 жыл жұмыс істедім. Сол қорға кіргеннен бастап осындай бір ой келді. Кітап жазу деген. Енді ол кезде дәл сол уақытта андай ажырасу өте андай көйіп кетті. Жақындарым арасында, бауырларым арасында. Себебін білгің келеді. Сұрайсың, неге ондай болып жатыр? Бір-бірін жақсы көріп сүйіп қосылды, бірақ араға 1 ай салмай, 2 ай салмай ажырасып кетіп жатты. Сол сұрақ қатты мазалады десем болады негізінде. Түрткі болған нәрсе осы ажырасу мәселесі болды кітап жазуға. Енді бұл кітапта өзім жеке ойларым жазылды. Бір ақыл кеңес деп те айта алмаймын. Жеке өзім ойларым жазылды. Кітап өзі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші сол өзімнің басымнан өткен қызықты бір махаббат хикая жазылды басында. Енді халық қызық қой енді, жалпы адам басынан өткен бір қызықты сәттер. Одан кейін қыздарға айтарым деген тақырып бар. Ол жерде өзім жеке ойларым жаздым. Енді былайша айтқанда тұрмыс құрайын деп жатқан қыздар өзім ойым жаздым. Жігіттерге де байланысты қызға 40 үйден тыйым, ерге 50 үйден тыйым деген біраз мысалдар болды. Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаев атамызбен әйелі Зухраның басынан кешкен махаббат бір хикаясы бар. Оны да жаза өттім. Жалпы қазір жастарға былайша айтқанда үлгі болсын, махаббат баянды осындай болады деген сияқты жазып өткен болатын. Соңында сол өзім жеке өлең шумақтарын жазып өттім.
Кітап енді халыққа ұнады, көңілден шықты, 100% десем де болады. Кітапты алып бірден сол күні оқып тастағандар болды. Кітапты алып тіпті жылаған да адамдар болды, эмоциясын сыртқа шығарып. Кейін енді оқырмандардың отзывын тыңдайсың ғой, жазап, көңілден шықты барлығы. Бірақ енді кішкене аз тиражбен шығарып қойдым. Кітап бітіп болғаннан кейін сұранысқа қайтадан ие болғандықтан кейін оған қайтадан шығару қаражат керек болды, кішкене енді қалып қалды ол. Бірақ қазір енді онлайн PDF форматы бар. Сұраған адамдар осы PDF форматын жіберіп жатырмын. Жалпы кітап көңілден шықты біраз адам. Кеше әкеңіздің берген сұхбатын көрген болатынмын осы кітапқа қатысты. Маған ұнады сырты деді, бірақ ішін оқыған жоқпын деп. Сосын сіз астына жазып қойған екенсіз, не қылса оқысаңызшы деп өзіңіз әзілдеп жазып қойған екенсіз. Сосын мынандай сұрақ тұрды да сіздің әкеңіздің ойында. Менің ұлым тұр дейді, енді түсінікті дейді. Бірақ кімнің қолы, енді оны өзінен сұрарсыз дейді. Мен сізге сол сұрақты жолдағым келеді. Мұқабасында сіздің суретіңіз тұр, кімнің қолы? Тағы да. Иә, ол әшейін контент үшін түсірген болатын. Тұрса ол кезде жұмыс барысымен барған болатынбыз командамызбен. Сол қайырымдылық қорды обмен опытымен алып қайтайық деп, яғни осы біздің қордың негізгі түбі сол Орта Азияда емес, Еуропадан шыққан қор болатын. Make a Wish деп аталатын. Олар книга рекордов Гиннесқа кірген. Осы уақытқа дейін 500 мың баланың арманын орындаған қорлардың бірі. Соның штаб-квартирасы осы Стамбулда болды. Сол кезде жұмыс барысымен барған болатынбыз. Енді контент үшін түсірген болатын. Әйтеуір біреудің қолы десеңізші, әйтеуір бір қыздың қолы. Әкеңіз оқыды ма енді кітапты? Папа ма? Жоқ, оқыған жоқ. Үйде тұрып кітап, бірақ әлі оқыған жоқ. Бірақ өз бағасын беретіндей пікірін айтқан жоқ сізге? Жоқ. Енді жаңа өзіңіз тілге тиек еттіңіз ғой, қор туралы. Қазір енді біздің елімізде өте қатаң заң, оны өзіңіз де білетін шығарсыз. Заңсыз түрде ақша жинап, оны жымқырған жандарды енді соттап жатыр. Қазір тергеу жұмыстары, зерттеу жұмыстары барлығы жүргізіліп жатыр. Сіз қазір бұл қорда жұмыс жасамайсыз? Жоқ, жұмыс жасамаймын. Жалпы халықтың басқаларға көмек көрсету, садақа, ақша аудару дегенге сіздің көз қарасыңыз. Көп кісілер қазір сенбейтін болған. Арасында да көмектесетіндер бар, есеп беретін, барлығын көрсетеді деген сияқты. Ал біреулер өз қалтасына салып, қыдырып, ойнап, күліп, шетелде жүреді. Біздікі енді оның барлығы заңды болды. Бізде тіпті ақша жинайтын кезде де бізде Каспиде благотворительностьтің ішінде менің арманым қоры деп тұрды. Бұл жаққа кез келген адам өзі қалағанша садақа жіберіп, мейлі 100 теңге болсын, қалаған ақшаны да жібере алады. 2 шот болды бізде. Бірі осы Каспиде халықтан және, бірақ біз халыққа жария қылмайтынбыз, біз бұл жасамайтынбыз. Бірақ енді жаңағыдай ғой, кім өздігімен көмектескісі келеді, онда салатын бізге. Кейбір жаңағыдай үлкен бір компаниялармен де жұмыс істедік. Олар сол әр ай сайынғы табыстан 1%-ын біздің қорға да жіберіп отырды. Ондай да адамдар болды. Ал екінші шот бізде Фортебанкте болды. Ол жақта осы командамыздың айлығы болды. Заң түрде осылай ашық жұмыс істедік біз. Бірақ халықтан біз бұл жасаған емеспіз. Бізде енді спонсорлар болды. Сол спонсорлардың арқасында біраз жұмыстарды бітірдік. Жалпы өзіңіздің ойыңыз, көзқарасыңыз, жақсылықты жария ету керек пе? Қазір енді көптеген қорлар бар, видео салады, басында қалай болды, қазір қалай, соңында немен көмектесті деген сияқты. Біреулер айтады, өз адамдары ол ақша жетті ма, жетіп жатқан жоқ па білмейміз деген сияқты. Енді халық шынымен де өзіміз сондай кең пейілді жандармыз ғой, барлығына қол соғып көмектескіміз келеді, аз да болса көп те көр деген сияқты. Енді білмеймін, бірақ қазіргі таңда адамдар азырақ сол нәрселерге көңіл бөле бастаған сияқты, соңғы жағдайларға байланысты. Халықты қалай сендіруге болады? Халықтың көңіліне шығатындай, соның барлығын дәлелдейтіндей салу керек пе, жоқ әлде тыныш қана жақсылық жасау керек пе? Енді мен ойымша салу керек деп ойлаймын. Өйткені біраз нәрселер айтылмай істеліп жатыр, біраз нәрселер былайша айтқанда батырларымызды танымайды, көп жақсылық жасаған кезде. Енді біздің тарапқа келетін болсақ, біз енді жария түрде қылдық. Өйткені бұндай қайырымдылық қоры, яғни бізде қайырымдылық қоры емес, корпоративтік қор болды.
Қазақстан бойынша жалпы Орта Азия бойынша ондай қор жоқ болды. Біз алғашқы болып осы дүниені осы Қазақстанға алып келдік десек болады. Өйткені біздің жалпы қордың мақсаты 3 жас пен 18 жас аралығындағы онкология шалдыққан балалардың бір арманын орындайтын қор болды. Кез келген арман, бірақ материалдық тұрғыда емес. Мысалы, бала ауырып тұрып бізге дәріге ақша керек болатын еді, андай нәрсеге ақша керек болатын еді десе, біз оны алып бере алмаймыз. Бізде фондта ақша бар, бірақ ондайға біз жұмсамаймыз. Емделуге емес. Емделуге емес. Баланың өзіндік бір ішінде баяғыдан бұрыннан армандап келе жатқан бір арман болады. Біреумен кездесу, мысалы 500 балаға көмектестік дедіңіз ба? 500-ден астау деймін қазір уже. Есіңізге түсетін қандай мысалдар бар? Қандай армандар болды балалардың? Ой, осы уақытқа дейін бір қызық дейтіндей бір болады ғой. Бір жылда біз 200 баланың арманын орындап үлгердік. Жарты жылда 80 баланың арманын орындап, біз қайырымдылық ужин дейді, благотворительный ужин бердік. Рексиста үлкен кісілер келді. Оның ішінде Дарья Назарбаева келді. Біраз мен дейтін кісілердің бәрін шақырдық. Асавремен қоры бар, олардың басшылары бар. Өмірімізде бірінші рет үлкен аукцион жасадық. Сол жерде үлкен бір тәжірибе болды бізде. Енді жақсы өтті. Енді балалардың армандарына келетін болсақ, өте көп негіз балалардың армандары. Оның ішінде мысалға біз бір жылда 200 баланың арманын орындасақ, оның жоқ дегенде бір 30-ы дүниеден өтіп кетті. Өйткені онкологиямен ауыратын балдар барлығы, былайша айтқанда ракпен ауыратын балдар ғой. Бізге де команда өте ауыр тиеді ол ситуация. Команда жылап қалады, сынып қалады. Бізде жылаймыз. Енді көз алдында кеше ғана көрген бала. Күні ертең міне орындаймыз деп жатқан балаларды бүгін дүниеден кетіп жатқандар болды. Ол да бізге кішкене моральдық тұрғыда кішкене ауырлау жұмыс болды бізге бұл. Өйткені неше түрлі балалармен жұмыс істедік. Енді олардың энергетикасы бар, аурасы бар. Баламен бала болып жүреміз. Оларға қарайсың өз балаңдай, тасисың, тіпті түгел дене мүшесі қимылдамайтын, ДЦП-мен ауыратын адамдар болды. Оларды өзің тасисың, көтересің, аэропортқа барасың деген сияқты ғой. Әртүрлі қалаларға. Бізде ең үлкен армандардың бірі ол Димаш Құдайбергеновпен жолығу болды. Дубайда болды. Осы Алматыдан алып бардық баланы. Баланың аты есімнен шығып тұр, қателеспесем Дастан еді. Баланың арманы Димашты көру болды. Бірақ мен басында бұл арман, негізі бізде база бар. Базаға балалардың армандары жазылады. Оған дейін біз английский центрге барып, біз өзіміз армандарын жинайтынбыз, анкетаны балалармен. Кейіннен енді кішкене халыққа уже танылғаннан кейін базаға өздерін жазатын болды. Сол кезде мен Димаштың әкесіне хабарластым. Осындай бізде бала бар еді, арман орындайын деп едік деп. Сонымен бір жылдан кейін хабарласты. Жұмыс кестесіне сәйкес шығар, иә? Сонымен араға бір жыл салғаннан кейін хабарластық. Бір жылдан кейін сонымен әйтеуір бала аман есен осы бір жыл аралығында. Өйткені өте қиын ұзақ уақыт күту деген. Бірақ балада сондай бір не болды, синдром болды. Әр ай сайын баланың миы өседі, басы үлкейе беретін болды. Сонымен Димашпен сонымен как раз Дубайда ол концерт беретін болды. Кока-кола аренада үлкен өзінің кешін беретін болды. Осы жақтан біз сол бала бар, әкесі бар, біздің команда мүшелері бар, съемочный группа бар, барлығын жібердік. Концерттен кейін жолықтырдық Димашпен бірге. Біздің осы Мен Арман Картаев қорының футболкасы бар, кішігірім сыйлықтарын барлығын беріп, сол жерде жақсы бір отырыс болды. Бала өз андай деп сөйлейтін бала еді, ол өзі андай қызық сөйлейді. Сонда сол кезде Димаш аға дейді, қазір неқтан шыққаннан кейін паркке барайық та дейді. Сонымен жайшама жүрсеңші паркке барып, мен сізге мороженое алып берейін да дейді. Жаным. Сонымен сол жерде Димаш жылады, сыртқа шығып кетті. Біраз уақыт өзіне келе алмай келіп, қайта басын себе береді.
сөйтіп жақсы кездесу болды. Одан кейін Димаш айтты, мен Алматыға келген кезде міндетті түрде жолығамыз деп, келем деп. Араға бір жарты жыл салғаннан кейін ба, сонымен Алматыға Димаш келді, звондады бізге. Баламен жолығайын деп едім деп, бала қайда деп. Сонымен болды деп, әке-шешесіне звондап, баланың үйіне барып, отырып, қарапайым отбасы, кішігірім. Сонымен Димашты апардық, шай ішіп, жолығып, сөйлесіп, Димаш баламен біраз уақытын өткізді. Сосын осы Алматыда үлкен концерт берді Димаш, орталық стадионда. Оған да билетін бәрін беріп кетті балаға, әке-шешесіне, біздің қорға. Сондай бір жақсылық жасаған бар. Өте керемет. Негізі адамның адамгершілігі осындай қарапайым іс арқылы білінеді ғой. Негізі мен сізді бұрыннан танимын ғой, әкеңізді де, отбасыңызды да, өзіңізді ер азамат ретінде, адам ретінде сыйлаймын, құрметтеймін. Жақсылық жасап жатқан жақтарыңыз өте көп, өте қарапайымдысыз. Әйтеуір ешкімнің сөзін жерге тастамай барлығын жасауға тырысасыз. Бірақ білесіз бе, адам қанша жақсылық жасаса да, бір ісі дұрыс болмай қалса, болды, барлығы ұмыт болады, барлығы тек сол ғана нәрсесін бетіне басады. Мен не нәрсені айтып отырғанымды өзіңіз түсініп отырған шығарсыз. Былтырғы жылға қатысты мәселелер жақсылығы да болды, жаман нәрселері де болды. Әйтеуір былтыр жаңалық ашсақ, бірден сіздің есіміңіз, әкеңіздің тегі, бірден ол кісіге тиеді ғой бірінші. Барлығы былай жазылды. Қыздарға интимді хат жазған Испановтың басы дауға қалды. Депутаттыққа үміткер жас қыздарға интимді хаттар жазам деп басы дауға қалды. Әйтеуір сіздің есіміңіз сондай бір дөрекілеу тақырыппен бірге қатар жүрді. Өзіңізде бір жауап қайтарған болатынсыз, Инстаграм желісінде арасында әзілдеп те қойдыңыз. Бірақ әлі күнге дейін сол шлейф келе жатыр. Былтырдан бері осы ұсыныс жасағанға дейін мен де сол видеоны салып жүктеген болатынмын жаңа TikTok желісіне. 1,200,000 аса қаралым жинап үлгеріпті. Қаншама комментарий бар. Жақсылық тілеп жатқан жандармен қатар сол жағдайды, сол ситуацияны еске алғандар да өте көп. Енді өзіңіз қазір айта кетсеңіз, енді жігіттің басынан не өтпейді, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Кімге жазылды ол хат? Бұрын соңды ол қызды білетін бедіңіз? Танысыңыз ба, жоқ әлде неден басталды? Шыны керек, мен білмейді екенмін оны. Менде ондай перепискалар жоқ. Талай көрдік, ақтардық, ондай білмеймін енді. Бұрын болса болған шығар, ондай ситуация енді. Бірақ кейін зерттей келе, кімге жазып қойып едім ондай ситуация деп қараған кезде, ондай перепискада тіпті ондай қызда жоқ болды. Енді былайша айтқанда үлкен бір аяқтан шабуыл болды десем де болады. Өйткені ондай қызды өмірімде танымағанмын, ондай қыз өмірімде ондай қызбен кездеспегенмін. Кімнің салғаны белгілі болды ма? Бір аккаунттан шыққан болу керек қой. Кімнің салғаны белгілі болғанда зерттеп қарадым, былай да іздестіріп қарадым. Негізі ол алғашқы TikTokқа салынды бұл видео. Мен жайлы сосын бір Айсұлу деген бір қыз салды. Қарасам, контент жүргізіп жүрген бір Айсұлу деген бір қыз. TikTokта біраз подписчигі бар. Instagram аккаунтын белгілеп қойған, бірақ аккаунты закрыты болды. Кейін жаздым ол қызға, сен кімсің, қараймын Instagramда, арамызда диалог ештеңе жоқ. Мен новый аккаунт болғаннан кейін танымаймын ол қызы, ондай қызды да көрмегенмін мысалы. Кейін қарап, дайректен бір-екі адамдар жазды. Олжас, саламатсыз ба, қалайсыз? Мен біраз көріп жатыр TikToктан Айсұлу деген қыз, негізінде бұл Айсұлу емес. Бұл Башкирияның блогер қызы, Александр деген қыз деп. Сонымен аккаунты бар ма десем, иә, бар деп. Инстаграм аккаунт жіберсе, сол қыздың өзі шынайы кейпінде қыз, оригинал қыз. Инстаграмда аккаунтын қарап шықтым. Просто бұл Айсұлу деген қыз, білмеймін. Мына қыздың атын жамылып, соның контентін, сол фотосын, видеосын салып, өзі якобы Айсұлу болып салып жатыр екен. Кейіннен жаздым, сен қайдан шыққан Айсұлусың, сен танымаймын да, жалпы салып жатқан мақсатың не, бұның қаяқтан шықтың, сен бұны не үшін салып жатсың дегенде,
сонымен білмеймін, енді диалогқа келмеді. Андай былайша айтқанда қыздың жазып жатқан диалогы да андай болды, маған жиіркенішті болды десем де болады. Андай мәмілеге келмей деп боқтап, кішкене сөйлеу манерасы да сондай болды. Бірден блокқа тығып тастадым. Қой, айналайын, тыныштық керек деп қыздан. Бірақ кейін көзім жетті, то что бұл Айсұлу емес екені, бұл Александр деген қыз. Соның атын жамылып, мына жақта біреудің былайша айтқанда өмірін құртты десем де болады біраз нәрселерінде. Кейін енді іздестіріп көрдім, біраз кісілерге де шықтым, Инстаграм аккаунт арқылы тауып көрдім, бірақ IP адреспен де табылмады бұл кім екенін, жалпы кім салып жатқанын да білмедім, сол күйі анықтай алмадым. Бірақ кейін ол телеграм канал ашты, сол менің жазғандарым бар, соның барлығын қайтадан сол телеграмға салды. Сонда телеграмда жазып жатты әлгі қыз, мен больницада едім, акушер жұмыс істеймін, қазір қолым тимей жатыр, одан кейін барып жазып саламын деді. Сонымен мен түсінбедім, мен вообще өмірімде акушер түгілі медик құрбыларым жоқ екен дедім да, қаяқта жоқ. Сонымен табылмадым ол қызды. Бірақ үлкен қалай айтсам болады, дау болып кетті. Арты дауға айналды, біраз нәрсеге әсер дейді. Тіпті бұны информбюродан жаңалық ретінде көрсеткен өте ауыр дейді. Сол өнерде жүрген очкидай журналистка қыз, аты есімде жоқ. Сол жаңалық ретінде салғаннан кейін мен көңілім қалды олардан. Жаңалық ретінде айтылатын нәрсе емес еді негізінде бұл да. Кейін астарлы ақиқат бар, одан кейін көреміз дегендер шықты. Олжас, сен осы бағдарлама арнайын деп едік, осыған келерсіз ба деп мен айттым. Орысты мен Қазақстанда миллион проблема болып отыр деймін да, соларға арнасаңыздаршы деймін да, мен қаяқта жоқ, болмайтын бір перепискамды халыққа бүйтіп жария етіп шығаруды мен толық көріп тұрған жоқпын бұл жерден. Сұрақтарыңызға базар жауап берейін сіздерге. Бірақ өйтіп бағдарлама арнайтындай дүние емес негізінде деп кішкене оларды да айтып ретке келтірдік. Телеграм каналдары бар, новостный порталдары бар. Роза коуч деген бір әйелі бар, ол да салып, в общем, кім салмады, барлығы салып шықты ғой, былайша айтқанда. Енді ауыр тиді десем де болады. Енді өмірде бұндай ситуация алғаш болды. Кішкене сынақ болды десем де болады. Жұмысқа әсер де тиіп кетті. Жұмыстан шықтыңыз? Иә, кейін жұмыстан шығуға тура келді. Енді өздігімнен шықтым жұмыстан. Ол кезде қызметіңіз? Ол кезде директорлық қызмет болды. Сол СДУ университетінде СДУ пресс департамент директоры болдым. Кітап саласы бойынша жұмыс істедім ол жақта. Сол СДУ-дің кітаптарын шығардым. Өзім салам болды. Енді жұмысқа әсер тимеу керек еді. Личное это личное, жеке өмірмен қалу керек еді. Бірақ енді әңгіме соған тақалғаннан кейін сол бір күн ішінде барып заявление жазып жұмыстан шығып кеттім. Енді былайша айтқанда біраз депрессия болды. Біраз енді үйдегілер білмейді мен жұмыстан шығып кеткенімді. Бірақ кейін енді айтуға тура келді, осындай болып жатыр. Өзіңіз айттыңыз ба, басқа біреулерден естіді ма? Жоқ, өзім келіп айттым. Енді бірінші кезекте ата-ана айтасың ғой. Басында кішкене басылсыншы деп жүрдім. Бірақ енді именно сол кезде кімнің кім екенін білдім десем де болады. Жақындарым, бауырларым қасымда кім қолдады, кім мен үшін төтеп бере алды, сол ситуацияда кім қолдау көрсетті, кім қадап кетті деген сияқты бәрін көрдік сол уақытта. Енді ең бірінші кезекте сол қолдау көрсеткен адамдар ол мен ата-анам болды, жақындарым болды. Балам папамен сөйлескен кезде де ондан да болып тұрады. Өнер адамы болғаннан кейін, осы салада жүргеннен кейін ер адам басына не кетпейді, ештеңе етпейді, өтеді кетеді деп біраз қолдау көрсетті папа. Мамамен сөйлескен кезде ештеңе етпейді деп. Әйтеуір бірінші кезек солардың қолдауы керек болды. Одан кейін жаңа ұстаздар бар еді, олар да келіп, ол жеке бәрі жақсы болады деген сияқты біраз оқиғалармен, мысалдармен айтып, жақсы жаға бұрып, кішкене
ойымды өзгертті десем де болады. Кейін енді оған бүйтіп басымен кірсең кіре бер дегенсің, депрессиямен болса деп жүре бер дегенсің. Кейін біраз достарымды поддержка беріп, Дәке деген досым бар, инстаграм зызы деп тұрады. Ол звондап ұрсады маған, звондап, не істеп жатсың, инстаграм парақшаңды ашсайды. Ол кезде парақшамды жауып тастадым, инстаграм хейт көп болып кетті да, сонымен жауып қойдым парақшамды. Адамдар жазылып жатыр, короче, минутына бір 100 адам тіркеліп жатқан шығар ана жерде. Келіп жатыр, сонымен Дәке звондайды. Олжас, не істеп жатсың сен, короче, қазір сен парақшаңды жапсаң бұл ситуацияны қабылдағандай боласың. Сен наоборот шық, историяға, адамдарға өзің ойыңды жеткіз. Осы нәрсені сен наоборот пайдаланып қалып, кішкене приколға айналдырып осы нәрсені деп, басқа жотам инстаграмда, тиктокта менен басқа не жаңалық болып жатыр деп айтып шық деп біраз ақыл кеңесін айтып, жаңағы Дәкеде. Содан кейін кішкене бетім қайтып, инстаграм парақшамды ашып, жүргізім қайтып қолға алып, сонымен кетті просмотрлар. Черный пиар тоже пиар дедіңіз ба? 4 күнде ма 5 күнде парақшама қараймын, статистиканы 5 миллион адам кірген парақшама. Парақшам өртеніп жатыр, историям просмотр кетіп жатыр. Сонымен моментті пайдаланып қалайын деп, жарнамалайын деп шештім адамдардан. Сонымен жарнама қабылдап алатындар алды, біраз ақша істеп. Сол кісілердің арқасында ақшаға кенелдім дейсіз ғой, иә? Сол моментті пайдаланып, дұрыс жағынан. Сізге қойылған лақап ат көңіліңізге тимей ма? Жоқ. Күндердің бір күніне ұмытылатын шығар дейміз енді. Бұл қабылдадық бұл ситуацияны. Мен негізі ол оқиға туралы оқыған кезде былай ойладым, енді жас жігітсіз ғой, қыздармен араласасыз, бізде енді құрбыларымыз бар, жекеге келген кезде әртүрлі әңгімелер айтылады да, халықтың алдында сенің образың басқа, жекеге қалған кезде әзілдесесің, басқа бір өзінің әзілдерің, приколдарың бар деген сияқты. Мен ойладым, өзінің танитын қызы өзара сөйтіп әзілдесіп, сөйтіп сөйлескен шығар деп ойладым. Енді сіз қазір айтып отырсыз, менің мүлдем хабарым жоқ деп айтып отырсыз. Яғни сіздің жазған сөзіңіз емес бұл. Фотошоппен өзгертілген, ішінде біраз нәрселер өзінің тарапынан, жаңағыдай ауыр сөздерді өзінің тарапынан қосқан. Бар енді арасында өзім жазғандан, бірақ енді ондай емес та енді, анау жазғандағыдай. Анау деп айтпай қояйық, не деп жазған? Ұят болады. Кішкене өз фотошоппен өзгерткендер де болды. Кейін енді бұл ситуация кейін уже енді үйленгеннен кейін, үйленетін алдында жаңа Айнұрға да айтып түсіндірдім бұл ситуацияны. Ертең қазірдің өзінде хейт жүріп жатыр, қазірдің өзінде саған былайша айтқанда тыныштық көрсетпейді көп адамдар, неше түрлі адамдар бар, сен қазір дайрегіне жазады, жібереді, ананы айтады, мынаны айтады. Көремушылық деген бар, қызығушылық деген бар, көз сөз деген бар, оның барлығына енді сен төзу керексің дедім. Енді маған да оңай емес, өнер адам баласы болған, мен кінәлі емеспін ондай отбасыға дүниеге келген дедім, тағдыр солай дедім. Кейін мүмкін басқа да бір оқиғалар болып қалса, сен соның барлығына төзе алып, көну керексің дедім, қабылдай алу керексің дедім. Бірақ жүрекке алма дедім бұның нәрсенің барлығын. Алдында да сол дайрегіне жазып, уже басталып жатыр жаңағы хейттардың барлығын. Бірақ айттым, көңіліңе алма бұл нәрсені. Көңілге алатын болса, мен осы уақытқа дейін шашым ағарып, уже қартайып кеттім дедім ғой дедім, осы уақытқа дейін. Просто мимо ушей жаңағыдай жүрекке алма, қатты көңіл бөлме дедім ол нәрсеге. Бірақ өмір болғаннан кейін алда талай бұндай ситуациялар болады дедім. Просто соның барлығына төзе ал дедім. Иә. Енді осы орайда әртүрлі пікір жазып жатқан жандарға да айтқым келеді. Әр адамның басында әртүрлі жағдай өтеді. Қазір енді үлкен өмірге қадам басып жатыр, Олжас отбасылы болайын деп жатыр. Жалпы сол жабылған қазан сол кезде жабылу керек деп ойлаймын да. Оны қайтадан қайталап айтудың қажеті жоқ. Ол қыздың де отбасын ескеріңіздер, ол қыздың өмірін ескеріңіздер, кейін кері әсерін тигізбесін. Бұл жерде жақсылап жатқаным не болмаса жамандап жатқаным емес. Әр адам өзінің ісіне, сөзіне жауап беру керек. Сондықтан мынау бүйтті екен, мынау сөйтті екен демей, ертең сіздердің өмірлеріңізде не нәрсе болады, сіздердің бала шағаларыңызды не күтіп тұр деген сұрақ ең басты сұрақ болсын сіздерде. Өйткені білмейміз ғой, ертең біздің басымызға, маңдайымызға не жазылды дегендей. Сондықтан енді ел арасында сондай әңгіме өсек айтылып жатқаннан кейін мен де міндетті түрде сізге
сізге сол сұрақты жолдауым керек болды. Шындықты айтып, әйтеуір жауап бергеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта бұндай дүниелер орын алмайды деп ойлаймын. Бұдан былай өнер адамының баласы, өнер адамының өзі қарапайым адам болса да, өзінің сөзіне, ісіне жауап беру керек және абайлап жүру керек деп ойлаймын. Қай жерде болмасын, өйткені өзі түзу жүргенмен де сырттан түсіріп алатын, басқа бір қасақана жасайтын дүниелер болып қалады. Не де болса, бүгінгі біздің кездесуіміз жақсы жаңалықпен бастағаннан кейін жақсы бір тілекпен аяқтағым келеді. Сізге көп рахметімді айтқым келеді. Сіздің отбасыңызды сыйлаймын, құрметтеймін. Өзіңіздің жан-жарыңызды кездестіргеніңізге өте қуаныштымын. Бақытты болуға әбден лайықсыз. Енді қолдары ұзарып жатыр. Үлкен кісілердің, апамыздың келіні құтты болсын, әке-шешеңіздің алғашқы келіні құтты болсын деп айтқым келеді. Жақсылықты жүздесейік, сіздің тек жақсы жаңалықтарыңызды естіп жүрейік. Енді Алла қаласа мамыр айында үлкен той болады. Абыроймен атқарып шығыңыздар. Бізде енді қонақ болып барсақ, шақырсаңыз барамыз, шақырмасаңыз бізде әлеуметтік желі арқылы тек жақсы видеоларыңызды, жақсы көңіл күйде жүргеніңізді көрейік. Сіздің де айтар тілегіңіз болса біздің оқырмандарға, көрермендерге. Бұйырса, сіздерге де бойдақ жігіттер болса да, бойдақ жаңағы қыздар болса да, барлығына айтарым, жұғысты болсын дегім келеді. Тек өмірлеріңіз қуаныш сәттерге толы болсын дегім келеді. Жаман нәрсе жазбаңыздар, тек жақсы нәрсе айтып, жақсы ойлап, тек жақсылықта қауышуды нәсіп етсін. Көп рахмет. Осы уақыт аралығында бізбен бірге болғандарыңыз үшін. Бүгін бізде қонақта болған Олжас Еспанов және мен, тележүргізуші Анна Данченко. Келесі кездескенше аман болыңыздар.